Сәлем қыздар. Сайтқа кірген кезде сіздер выберите валюту деп шығады. Біз Беларусь арқылы жұмыс жасағандықтан Беларусь рублін таңдаймыз. Беларусь рублі Б деп тұр, Ресей рублі Р деп тұр. Қырғызстандықтар мен ресейліктер көбіне Р-ны таңдайды. Қырғызстанда рубльмен көп жүреді, біз Қазақстан және Беларусь рубльмен таңдаймыз. Таңдадық. Енді өз кабинетімізге кіреміз. Жоғары жағына авторизация дегенді басамыз, ход дегенді басамыз. Жеке кабинет нөмірлеріңізді басыңыздар. Кіріңіздер жеке кабинетке. Ешқандай қиындығы жоқ. Мен міне кабинетте корзинаға 6 зат салып қойдым. 4 алоэ вера, 93% гель, 2 бальзам, конский каштан. Қанша болды? 128-де 60 болды, 50 балл болды. Арғата продолжить дегенді басамыз. Мына жерде акциялар бар, алам десеңіздер өз еріктеріңіз, мен ештеңке алмаймын. Итаво деп тұрмын, скидка болып жатыр бізге. Қараңыздар. Товардың негізгі сайттағы бағасы 128-де 60. Скидка, мына 25% скидка. Осы сайттағы 25% скидкаңыз болды. Сервисный сборға, яғни біздің товарымыз жинаған үшін бізден 1,5 БР алынды. Ешқандай балда өзгеріс болған жоқ. Скидка болса да, сіздің балыңыз өзгерген жоқ. Енді бұл қанша теңге болады? 97-де 95 округлять етеміз, 98 деп. Оны қайда есептейміз? Біз оны Google-ға барып есептейміз. Google-да міне 1 Беларусь рублі бүгінгі таңда қанша теңге? Қараңыздар, астында 22 ноябрь 2021 жылға 176 теңге болып тұр. Енді мына жерге 98 деп жазамыз. Сіз 98 Беларусь рублі 50 балға 17.267 теңге төлейсіз. Каспийден, Народныйдан төлем жасаған кезде сізден осы сумманы алатын болады. 50 балыңыз үшін. Түсінікті ғой, иә? Енді қараңыздар. Мынау уже 25% сайттағы скидкамен. Почему біз көбіне 30%, 35% деп айтамыз? Міне мен сіздерге қазір электронный каталог ашам. Электронный каталогта бұл жерде 3 валютамен жазылған бағалар. Рубльмен, Беларусь рубльмен және теңгемен. Бұл жерде теңге 1 Беларусь рублі 200 теңгемен есептелініп отыр. Бізге сату үшін бұл өте ыңғайлы. Сайтта біз 1 Беларусь рублін 176 теңгеден төлейміз, бірақ сатқан кезде, міне қараңыздар. Мен 4 алоэ алдым, 4 алоэ алдым 4300 теңгеден. Жаттап отырыңыздар. 4300-ден сататын болам, егер сататын болсам. Каштан гель 4400 теңгеден. Енді калькуляторға барамыз. 4400 қосамыз, 4400 қосамыз, 4300 қосамыз, 4300 қосамыз, 4300 қосамыз, 4300. 26.000 теңгенің товарын біз және қаншадан алдық? Минус 17.260 теңгеден алдық. Сіздің экономияңыз 8.440 теңге. Енді қараңыздар. 26.000 минус 30% дейтін болсақ, міне 18.200. Значит, 30% емес бізде 32%. Көрдіңіздер ме? Қазір 33% теріп көрейік. 32,5% скидкамен алып отырмыз. Түсінікті ғой, иә? Өйткені 26.000 теңгенің товарын біз 17.670 теңгеге, сонда біз каталогтағы бағадан 25 пен 32% аралығында аламыз деген осы. Түсінікті ғой, осылай есептейміз. Еш қиындығы жоқ, қыздар.
каталогта ең бастысы бізде теңгемен баға жазылып тұр ма? Жазылып тұр. Біреуге сатам десеңіздер, сол каталог бағасымен сататын боласыздар. Біреуден заказды, міне каталогты көрсетесіздер, мына парфюмдарыңызды. 9600 теңгелік парфюмін көрсетесіздер. 9600 теңгенің парфюмына біз қазір аламыз, 9600 теңгенің парфюмі минус 32% десек, сіз алатын баға 6528 теңге төлейсіз. Үстінен 3000 теңге пайда көресіз. Осылай есептейміз Беларусь рублін, қыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Егер Беларусь рублі 176-тан төмен түсетін болса, мына жердегі пайызымыз біздің көбейеді, 35-ге барады. Егер ол деген 169-ға түс қалса, вообще біз 36-37% алуымыз мүмкін. Негізгі сайтта 25, дополнительно үстінен біз осы каталогтан көреміз, қыздар. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Еще мысалы каталогтың өзінде скидкалар бар. Беларусь рублін есептеу қиын емес. Сайттағы төлейтін ақшаңыздың суммасын біліп алдыңыз, жәнеге мысалы 98-ге дейін апарды, утвердить ет. Google-ға келдіңіз, төлейтін ақшаңызды жерге жаздыңыз. Мысалы 98 Беларусь рублі. Пожалуйста. Ештеңке қиын емес, қиындатудың ештеңкесі жоқ, қыздар. Бизнес бастаймыз дегенде осылай